Неге қазақ елінде мына автокөлік жайында полный бардак, хаос? Неге? Бұл 2000 ана қазақ айтады ғой, даудың басы Дайрабайдың көксерінен басталды деп, сол мен айтайын. Бұл 2007-ден бүкіл қазақ елінің автопромын Лаврентий, Смағұлов деген азаматтарға алды қазақ елі автопромын төрт бұрыштап бүктетті, солардың қолына берді. Монополистер қазір өздерінің ойларын істеп жатыр. Бізге үкіметтен ешқандай не керек емес. Бізге тек қана өзіміздің астымыздағы көлігімізді бір адамға бір келкі льготный деген болады, сондай қылып өткізіп берсе болды. Одан артық ештеңе сұрамаймыз. Дәл өзіміз тіршілігімізді істеп жүре береміз. Страховкамызды алып та, страховка ең болмағанда осы мәселелердің бәрі шешілем дегенше, ол енді ол сразу шешілетін нәрсе емес ол енді. Шамалы жоғарыдағы кісілер ақылдасып бір шешім тапқанша заңды түрде 2023-ге шейін страховка беріліп келді ғой, заңды түрде. Сол страховканы қайтадан жаңағындай күшіне енгізіп, қайтадан бізге шетел көліктеріне страховка берілсін. Ал қазір официальный страховка ішінде беріліп жатқан жоқ. Сондықтан шетел көлігінің саны ешқандай білмейсіздер. Шарлапаев мырза айтты. Шетел көлігінің спискісін алып келіңіздер деді. Біз бүкіл группа біледі, бүкіл халық біледі. Біз әрқайсының иінімен, телефон нөмірімен, машинасының нөмірімен, осындай қағазбен 2 том қағаз әкеп бергенбіз алдына. Егер 50 мыңнан сандарыңыз асса, біз легализацияны қарастырамыз деген. Не болды жігіттер? Білесіздер ғой не болғанын? 50 мыңнан емес, 250 мыңнан асып кеттік біз. Қағаз жүзінде дәлелдеп бердік алдына. Олар бізді ойлады аз деп, 3 мың, 4 мың деп ойлады.